Егер де балаңыз сізден ақша емес ақыл сұраса, демек бекер өмір сүрмепсіз. Күзде ағаштар бізге өткенді сақтамауға үйретеді. Назарларыңызға Тибет көсемі Далай-ламаның өмірді жақсартуға арналған 25 кеңесін ұсынамыз. Бірінші кеңес: күніне 20-30 минут серуендеңіз. Серуендеу барысында күлімсіреп жүріңіз. Екінші кеңес: күніне 10 минут тыныштықта отырыңыз. Үшінші кеңес: күніне 7 сағаттан кем ұйықтамаңыз. Төртінші кеңес: 3 емен өмір сүріңіз: энергия, эмпатия, энтузиазм. Бесінші кеңес: балаша ойнаңыз. Алтыншы кеңес: көбірек кітап оқыңыз. Жетінші кеңесі: дұға оқуға немесе йогаға уақыт бөліңіз. Ол энергияңызды арттырады. Сегізінші: 70-тен асқандармен және 6-ға толмаған балалармен көбірек уақыт өткізіңіз. Тоғызыншы кеңес: жиі армандаңыз. 10-шы кеңес: ағашта өсетін азықтарды көп жеңіз. Зауытта өндірілетін тағамдарды аз тұтыныңыз. Суды көп ішіңіз. 11-ші кеңес: күніне 3 адамның жүзіне күлкі үйіріңіз. 12-ші кеңес: энергияңызды өсек-аяңға жұмсамаңыз. 13-ші кеңес: өткен өмірдегі қиындықтарды ойлап, бұрынғы ұрыс-керісті еске түсірмеңіз. 14-ші кеңес: басыңыздағы негативті ойларды алып тастап, жақсы ойлармен алмастырыңыз. 15-ші кеңес: өміріңізді ыза мен кекке толтырмаңыз, жан баласын жек көрмеңіз. 16-шы кеңес: дауласудан ылғи жеңемін деп тырыспаңыз, қателіктеріңізді мойындай біліңіз. 17-ші кеңес: өткен өміріңізді қабылдап, онымен достасыңыз. 18-ші кеңес: өз өміріңізді ешкімдікімен салыстырмаңыз. 19-ші кеңес: кешірімді болыңыз. 20-ші кеңес: қызғанышқа жол бермеңіз, ол жаныңызды қартайтады. 21-ші кеңес: сізге қуаныш сыйламайтын заттың бәрінен арылыңыз. 22-ші кеңес: өзіңізді қалай сезініп тұрсаңыз да орныңыздан тұрыңыз, киініңіз, адамдармен араласыңыз. 23-ші кеңес: жақындарыңызға жиі хабарласыңыз. 24-ші кеңес: өзіңізді шамадан тыс қинамаңыз, өзіңізді күтіңіз. Және соңғы 25-ші кеңес: өмір өте қысқа, әр сәттің бағасын біліңіз. Адамдарға қажеттілігін берсеңіз, жайлылықты қалайтын болады. Жайлылықпен қамтамасыз етсеңіз, молшылыққа еліктейді. Молшылықты жаудырсаңыз, талғампазданады. Талғампаздықты қолына ұстатсаңыз, ессіздікті іздейді. Осының барлығын беретін болсаңыз, қалағанымды бермедіңдер деп шағымданады. Істейтін ісіңізді бұрын мұны сынап көрген тәжірибелі кісімен ақылдасыңыз. Өйткені ол өзіне қымбатқа түскен заттарды сізге тегін береді. Өзіңізді және өзгелерді жазғырмаңыз. Айналаңыздағы адамдардың басында не жағдай болғанын білместен, олардың сыртынан томп ішуге әуестенбеңіз. Қайта оларға шамаңыз келгенше көмек қолын созыңыз. Әр адамның өмірде бақытты не бақытсыз болуы, табысты немесе табыссыз болуы өзіне байланысты. Халыққа жаны ашымаған адам өлікпен тең. Арақ ақ болғанмен арға дақ түсіреді. Адамдарға мейірімді болып көріну олардың сізге деген сенімсіздігін оятады. Адам берілмейінше өз тағдырынан үстем болады. Біздің өмірімізде жіберетін ең үлкен қателік өзгелердің өзіміз жайлы айтқан сөздеріне сенуіміз. Күйеуі кәрі, әйелі жас үйге қонба. Ұлым, саған айтам, үлкенге сәлем бер, жолын кесіп өтпе.
Жүріп келе жатқан адам отырған адамға, атты адам жаяуға, аз адам көпке сәлем беруге тиіс. Үлкендер мен ғалым адамдардың жанында көп сөйлемеуге тырыс. Үйге кісі келсе, орныңнан тұрып жайдары қарсы ал. Киімін іл, төрге шығар. Үлкендерден бұрын тамаққа қолыңды салма. Егер сіз мақсатыңызға жетпей, істі жарты жолда тастайтын болсаңыз, онда жай ғана жалқаусыз. Жалқау адам дегеніне жетпейді, ал мақсатына жететін адамның жалқаулануға уақыты жоқ. Баламен ойнап, аспанға лақтырып жіберсең, қуанып күліп, биіктен рахаттанған көздерімен жан-жағына қарайды. Өйткені оны ұстап алатыныңды біледі. Және бұл сенім. Біз ертең, бір аптадан кейін, 2 сағаттан кейін қандай оқиғалар болатынын білмесек те, күн сайын болашаққа жоспар жасаймыз. Бұл да сенім. Ақылсыз адам өкінішпен қартаяр. Қатал ұста бос жүрмесін сандалып, тәртіп болса өсер бала сомдалып, ұл қыздан да жаман мінез шығады, қырсық қылық тек әкеден жұғады. Адамның қалыптасуы бала кезден басталады. Жақсылық та адам бойына нақ сол бала кезде егіледі. Ол жылдар өте келе егіліп шығады. Бақытты адам болғың келсе, өткенді қазбалай берме. Егер жасаған қателігіңді түзетуге болатын болса, демек сен әлі де қателеспегенсің. Қуанышты сәтте эмоцияның әсерімен өзгелерге көп уәде беріп қойма. Ал ашулы кезіңде ыза үстінде өзіңді тый. Себебі ашу мен ыза сені орны толмас қайғыға келеді. Көрінгенге жалпылдап, бар сырыңды ақтарма. Осындай сәтте сырыңды төгер болсаң, шелектің тесік еместігіне мән бер деген даналы сөз еске түседі. Жақсы адамдар сізге бақыт әкеледі, жаман адамдар тәжірибе келеді. Ал надан адамдар сізге дұрыс адам болып қалыптасуға өз септігін тигізеді. Құрметті көрермен, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Көріскенше күн жақсы.